Қостанай облысының 8 ауылы алкогольден бас тартты. Бұл бастама өңірде 2024 жылдың қыркүйегінен бастап жүзеге асырылып келе жатқан мәдени қоғам жобасының бір бөлігі болды. Қостанай облысы полиция департаментінің бастығы Ерлан Файзуллин есеп беру кездесуінде өткен жылы барлық қылмыстардың шамамен 27% масан күйде жасалғанын атап өтті. Бұл маскүнемдер қоғамдық тәртіпті бұзушылар және отбасылық жанжар шығарушылар сияқты қауіпті топтарға полицияның бақылауын күшейтуге үлкен себеп болды. Бұған жауап ретінде үйде де алкогольді ішуге тыйым салатын 4 мыңға жуық сот шешімі шығарылды. Алкоголизммен күресу және оның алдын алу тиімділігін арттыру үшін өткен жылдың қыркүйек айынан бастап 2024-2025 жылдарға арналған мәдени қоғам жобасы басталды. Осы жоба аясында құқық қолдану тәжірибесіндегі олқылықтарды ескере отырып, мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп алкоголь өнімдерін бөлшек саудада өткізуге қойылатын талаптарды қатайту бойынша ұсыныстар дайындалуда. Бүгінде облыста Қостанай, Рудный, Арқалық және Тобыл қалаларында барлығы 75 орындық 4 сауықтыру орталығы бар. Осы жоба шеңберінде волонтерлік қозғалыстарды, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен жұртшылықты тарта отырып, алкогольді сататын сауда пункттері бойынша рейдтер жоспарланған. Мұндай жұмыс Кальян бойынша да жүргізілді деп атап өтті Файзуллин.